Мага сондай болуп атыр ма Абики? Обществода 2 миллион ашейін ба сонда? Ашейін ба? Чо за? Төлеп шықтым. 1,300,000 болды. Кеше осындай голосовой келді. Біз жалпы бұл байып тасығанын емес, білесіздер ғой, қарапайымбыз. Өткен жолы Мариямды босанған кезде Жанель общийда босанды. Сөйтіп, енді общийді білесіздер. Ол жамандап атқаным жоқ. Бұл жердегі условияларды айтам жалпы. Енді одан да жақсы болуға әрекет жасайық, ниеттенейік деген ниет қой. Сөйтіп, айтарым жігіттер. Егерде әйелдерің жан, мен платныйда босанғым келет десе, андай қып қабылдамауға тырысу керек екенше, өзінің басына өтті, қойшы бәрі босанып отыр ғой деп. Бірақ бұл біздің аманаттарымыздың біздің өсуімізге әсерін тигізіп жатыр деп қабылдайықшы. Өйткені олар күштілеп босанса, бала күшті условияда дүниеге келсе, онда біздің баламыздың да несібесі күшті болады деп сенем. Бастамасы, өмірі, өмірінің стандарты, жайлылығы өте күшті ғой. Неге біз ұмтылмаймыз сол мықты деңгейге, байлыққа, кедей мышленияны ойлап үлгереміз дейтакше. Мына жердегі машиналарды қараңыздаршы, парковкадағы Гелендваген, джиптар, мықты тюнинговый машиналар ше. Мен череймен кеп тұрмын. Бірақ бұл мен үшін ұят емес. Ең бастысы ол сезім. Қашан ол соған лайық боламыз, егерде әрекет етпесек. Ақша жинадым, Алланың қалауымен міне барлығын болды, қол қойылды, папкасы берілді, отношениясы деген қандай. Құдай қаласа босанып атқан кезде әлі де көрсететін болам. Музыка қояды екен, джакузида босандырады екен, отдельный палата бүйтіп, вук регулировка жасайтын. Қасында жатам 4 күн бойы. Алланың қалауымен, Аллаға сан шүкір. Сол себепті әйелдер, аманаттарымыз, күйеулеріңізге жіберіп қойыңыздар, мотивациясы артсын. Енді андай шектен тыс емес, отбасыларыңыздың өсуіне әсер ететін осындай мүмкіндіктерді жасауға тырысу керек. Аман болыңыздар, хейтсіз давайте.